Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге кәуап туралы ақпар беретін боламыз. Кәуап еттен жасалатын тағам. Кәуаптың қой, сиыр, киік етінен, бауырдан жасалатын түрлері бар. Қой етінен жасалған кәуап. Қой етінің кәуабын жасау үшін қойдың жұмсақ еті мен құйрық майының әрбір кесегі 15-16 граммнан келетіндей етіліп туралады да тұздалып бұрышталады. Ұсақтап туралған пияз қосылып, жүзім сірке суы құйылады. Бәрі жақсылап араластырылады. Қой еті жақсы бұқтырылу үшін эмальді ыдысқа салынып, үсті ауыр затпен бастырылады. Беті дәкемен жабылып, бірнеше сағат 4 сағаттан 24 сағатқа дейін салқын жерге қойылады. Осы мерзімнен соң әрбір істікке 6 кесек ет, ең соңында 1 кесек құйрық май түйреледі. Сөйтіп, арнайы ошақтағы сексеуіл шоғына бір жағы, содан соң екінші жағы сөлі бөлініп әбден қызарғанша қуырылады. Ет біркелкі пісу үшін желпуішті желпіп, шоқты маздата түсу керек. Ал егер кәуаптың майы ағып, ет түтіндеп кетсе, шоқ үстіне сірке суы қосылған су себіледі. Піскеннен кейін әр кісіге 2-4 істікпен есептеліп тарелкаға салынады да бетіне сақиналап туралған пияз себіліп әкелінеді. Қасына нан, бөлек ыдысқа салынған қызыл бұрыш, сірке суы құйылады. Қой етінің кәуабы кейде ортақ ыдысқа салынып та әкелінеді. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.